Ал мынау үйдің арты. Үйдің арты да теңіз. Және біздің екінші үйден ары қарай шлагбаумнан ары қарай су өтпейді. Міне уақытында мына мектеп көтеріп алды. Давай шығайық көтертпейік дегенде ешкім шыққан жоқ. Бәрі тым жақсы болып әдемі болып отырды. Енді мына су мынау. Мына подвалға кетеді бәрі су. Солай. Мектепті көрдің бе, әдемі болып тұр. Жоғарда. Білетін адамдар бар, бір-екі адам болып шықтық, одан қолымыздан ештеңе келген жоқ. Астанаға дейін жазылды. Ешкімнің ойына көп баса ауырған жоқ. Ешкімден адамның күші келмейді. Міне осындай мектеп жоғарда әдемі болып тұр. Біз суда жатырмыз. Ауызбіршілік жоқ деген осы. Жаңбыр жауса осындай болады. Екінші мен төртінші үйдің арасынан су шлагбаумнан төмен қарай ары қарай өтпейді. Біздің дворға кіріп келеді. Оны көшеден 32 А жақтан келген жаңбырдың суының бәрі біздің дворға келеді. Сол енді уақытында айттық, бір жанға керек болмады. Мектеп көтеріп жатыр, көтертпек дегенде ешкім шықпады. Енді суда отырасыңыз өйстіп. Жиналып жігіттер болып, жерге екінші үй мен төртінші үйдің ортасына бөгет салайық деген ешкім шықпады. Ондайды естімейді құлақтары. Мынау су жаңбыр жауса осындай болады. Суағар жоқ, суағар жасау керек. Оны кім жасайды, оны білмедік. Міне, мынау деген вообще қалың. Кешегіден де қалың мына су деген. Солай.